Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео нұсқаулық буындарды тез оқып үйреніп жатқан балалар мен олардың ата-аналарына арналады. Мен бүгін бұл видеода комментарийде жазған сұрақтарға жауап беремін. Бірінші сұрақ: видео неге тез жүреді, балалар оқып үлгермей жатыр дейді. Мен бұл комментарийді ескере отырып, келесі видеоны баяу түсіруге тырысамын. Ал енді видеоны баяулатудың бірнеше тәсілдерін айтамын. Бірінші тәсіл: видео көріп жатқан кезде, жүріп жатқан видеоның үстін басасыз, ортасында видеоның белгісі шығады. Сол белгіні басқан кезде видео тоқтап қалады. Сол кезде оң жақ бұрышында тігінен 3 нүкте тұрады. Сол 3 нүктені басасыз. Экранда әртүрлі жазулар шығады. Соның ішінде скорость произведения, видеоның жылдамдығы, соны басасыз. Ішіне кірсеңіз обычный, алып обычный деген қалыпты кәдімгі жылдамдық. Содан егер ол жоғары қарай 0.75, 0.5, 0.25 деген видеоны баяулататын көрсеткіштер. Мысалы 0.75-ті басамын. Сол кезде видео менде баяулайды. Ал енді керісінше видеоны жылдамдатқыңыз келсе, онда төмен қарай басасыз. Екінші тәсіл: видео жүріп жатқан кезде тағы бетіне бассаңыз, видео тоқтап қалады, яғни паузада тұрады. Сол кезде балаға буынды қайталатасыз. Бала айтып болған соң видеоны ары қарай жалғастыруға болады. Үшінші тәсіл: видео көріп жатқан кезде, видеоның үстін басқан кезде астында видеоның уақытын көрсететін қызыл жолақ жүріп жатады. Сол қызыл жолақпен видеоның кез келген жеріне, басына, ортасына, аяғына жылжытып, сабақты бірнеше рет қайталауға болады. Сондай-ақ балаға видеоны бүкіл экранға үлкейтіп көрсетуге болады, немесе кішірейтіп те көрсетуге болады. Екінші сұрақ: сіз неге әріптерді әліпби, алфавит ретімен оқытпайсыз дейді. YouTube каналында әліпби немесе алфавит үйретуге арналған видеолар өте көп. Ал бұл видеода біз сол жеке дыбыстар, дауысты және дауыссыз дыбыстардың көмегімен буындар құрап үйренеміз. Және буындардан сөз құрап үйренуге арналған. Үшінші сұрақ: 5-ші саты қашан болады? Әр видео сатылардан тұрады. Және әр видео әртүрлі буындарға арналған. Сондықтан бір буынды игеріп болғаннан кейін, сол буын әбден бала сол буынды игеріп аяғына дейін үйреніп болғанша, жоқ дегенде 2 апта, тіпті кейде 1 ай кетуі мүмкін. Сондықтан видеоларды бір рет қана емес, бірнеше рет күнде қайталаған дұрыс. Содан кейін үзіліс берілу керек. Сол уақытта бала үйреніп болғаннан кейін келесі сатыға көшкеніңіз дұрыс. Артынан егер видеоларды көрсететін болсаңыз, бала есте сақтауға мүмкіндік болмай шатасуы мүмкін. Мені көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін каналға жазыламыз. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.